Қайырлы кеш. Бағбан ханымның өсімдіктер әлемі каналына қош келдіңіздер. Бұл менде патиссон. Қарасаңыздар, міне патиссондар пісіп жатыр. Және тағы да өсіп жатыр. Патиссон тұқымнан егілді. Барлық патиссон жақсы, бірақ бір патиссоны мынадай жағдайға еніп тұр. Бұл вирусный мозаика деген ауру. Бұл емделмейді. Бұл тұқыммен келеді. Сондықтан осындай патиссонның ауруын байқаңыздар, сразу көзін жою керек. Бұл аласыз да, тіпті бақшаңызға да тастамайсыз. Бірден мусорға, мысалы үйден алыс жерге тастау қажет. Себебі егер қалып қойса, қасындағы патиссондарға жұқтырады. Бұл ауру еккен кезде болған жоқ, кейін шықты. Неге? Өйткені бізде жаңбырлы күндер болды. Сол жаңбырлы күндерде менің бұрышым мен болгар бұрышы осындай ауру болды, және патиссоным осындай ауру болды. Және негізі 1-2 тұқымда болады. 13 штук тұқым еккенмін осы жерге. Тек осының біреуі ғана осы мозаика ауруына шалдығып тұр. Енді не істейміз деген сұрақтар туатын болса, ештеңе істемейсіз, тек қана көзін жоясыз. Міне түрі осындай болады. Бір дене жетіспей тұрған сияқты, тіпті жапырақтары бүрісіп қалады. Міне осындай байқасаңыз, бірден алып тастайсыз. Ешқандай емдемейсіз, емдейтін жолы жоқ. Міне қазір мен сіздердің көзіңізше түбінен жұлып аламын. Жұлып алдым. Қараңыздар. Қазір енді бұның көзін жойып жоқ қыламыз. Міне осындай ауру сіздерде кездессе, егер осындай сұрақтар мазалап жүрсе, достарыңызбен бөлісіп, таратыңыздар, айтыңыздар. Мүмкін бірдеңе жетіспейді деген сұрақтар қойып жататын шығар, бірақ бұл ешқандай жетіспеушілік емес, бұл вирустық ауру. Қазір бұның көзін жоямыз. Жапырақтың астыңғы бөліктері міне осындай болады, бүрісіңкіреп тұрады. Міне жалпы жағдайы осындай. Өнім беруі де мүмкін, кейде болады, өнімдерде де осындай ала болады, сары ала болып кетеді. Интернетте суреттер болса, қазір экранда қалдырам. Және орнын міндетті түрде фунгицидпен өңдеу жасаймын. Басқа да патиссондарымды өңдеу жасайтын боламын. Сау болыңыздар.